Ассалаумағалейкум оқырмандар. Бүгін осындай керемет балықтан пирог дайындаған болатынмын. Мені видеомнан алыстамай, менімен бірге болып жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы сүт қажет, секер, тұз және де дрожж қажет болады. Одан кейін ерітілген сары майымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Иліктен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Жақсылап илеп алдық. Енді бетін жауып 1 сағат жылы жерге қоямыз. Салмасына мен қызыл балықтың етін пайдаланған болатынмын. Осылай 4 бұрыш етіп тазалап кесіп алатын боламыз. Одан кейін жуамызды уақтап тураймыз. Тұз, бұрыш дәміне қарай қосамыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Қолмен немесе қасықпен араластырсаңыздар болады. Мен осылай қолмен де араластырдым. Кішкене жуаның соғы шықсын деп араластырған болатынмын. Тестіміз осылай көтерілді. Енді тестімізді шығарып, осылай 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Бір бөлігі үлкендеу, екінші бөлігі сәл кішкентай болуы қажет. Үлкен бөлігін осылай оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Осылай противенге салып алдым. Одан кейін жаңағы дайындаған салмамызды үстіне салып шығатын боламыз. Екінші қамырымызды да осылай жайып аламыз да үстіне саламыз. Және де екі жағынан осылай бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз. Қамырымызды бір-біріне жабыстырып болғаннан кейін осылай қолымыздың көмегімен салмамызды барлық жеріне жеткізіп осылай басып шығатын боламыз. Одан кейін ортасын ашамыз. Себебі піскен кезде жақсы пісіп ауа кіріп тұруы үшін. Одан кейін жаңағы жабыстырған жерімізді осылай қолымыздың көмегімен әдемі етіп өріп шығатын боламыз. Пирогымыздың бетін осылай әдемілейтін боламын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен әдемілесеңіздер болады. Содан соң жұмыртқаның сарысын жағамыз және де кунжут сеуіп, духовкада 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламын. Әр пеш әр түрлі пісіреді. Сондықтан өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіріп аласыздар. Пирогымыз дайын болды. Осылай жып-жұмсақ болып, дәмі де керемет болып шықты. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де қазақша контенттің өрленіп өсуіне өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Осылай керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Ассалаумағалейкум.